Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бауырсаққа арналған қамырымызды дайындаймыз. Бөлме температурасындағы жылы сүтімізбен суымызды құямыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, дрожжымызды, шекерімізді, содамызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды салып, қамырымызды екеміз. Қамырымызды екіп болған соң, үстіне майымызды салып, сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да иін қайта. Сонда қамырларыңыз ыдысқа жабыспай әдемі көтерілетін болады. Әрі жұмсақ бауырсақ болып піседі. Енді бауырсағымызды пакетке салып, 30 немесе 40 минутқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз әдемі болып ашыды. Мұндай қамырмен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Қамырымызды пакеттен шығарып, астына ұн сеуіп дайындаймыз. Алдымен қамырымызды қолмен жайып, одан кейін оқтаумен жаямыз. Сөйтіп өзіңіз қалаған үлгіде кесіп алсаңыз болады. Мен дөңгелек қылып кестім. Қызып тұрған табада бауырсағымызды пісіріп аламыз. Осындай үлпілдеген әдемі бауырсағымыз дайын. Бізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.